Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер. Сіздер мен біздер, яғни бүгін 30 наурыз 2020 жылы кезекті сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз дәрежелік функция және оның қасиеттері. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты дәрежелік функция және оның қасиеттерімен танысасыздар. Дәрежелік функция графиктерін салуды және сонымен қатар әртүрлі есептерді шығаруда қолдануды үйренетін боласыздар. Дәрежелік функция дегеніміз бұл y тең x-тің r дәрежесі түрінде берілген функцияны айтамыз. Мұндағы x тәуелсіз айнымалы, а r кез келген рационал сан. Ерге байланысты дәрежелік функция әртүрлі болады. Функцияның қасиеттерін анықталу облысы арқылы, мәндер жиыны арқылы, жоқтығы, тақтығы, функцияның нөлдері, өсу арқылы, кему арқылы, ең үлкен мәні, ең кіші мәні, таңба тұрарлық аралықтары арқылы білеміз. Құрметті студенттер, мен сіздерге бұл тақырыпты толық игеру үшін YouTube каналындағы сілтеме жібердім. YouTube'дан көріп, сіздер білімдеріңізді толықтырсаңыздар болады. Және де түсінбеген сұрақтарыңызды маған звондау арқылы берсеңіздер болады. Бүгінгі осы тақырыпты меңгергеннен кейін сіздер 151-ші, 152-ші, 154-ші және қосымша кітаптардан есептер, тест жұмыстарын орындайтын боласыздар. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.